Маңғыстау облысындағы республикалық маңызы бар автожолдардың жалпы ұзындығы 1049 шақырымды құрайды. Биыл оның 158 шақырымы қайта жаңарту жұмыстарымен қамтылған. Оның 85 шақырымы Бейнеу-Ақжігіт-Өзбекстан шекарасы автожолына тиесілі. Жобаға сәйкес Бейнеу-Ақжігіт-Өзбекстан шекарасы автожолы екінші техникалық санатқа келтіріледі. Қайта жаңарту жұмыстары 2 учаскеде жүргізілуде. Бүгінде учаскелерде айналма жолдарды салумен құбырлардың құрылыс жұмыстары аяқталды. Мамандардың пайымдауынша, қайта жаңартудан кейін Бейнеу-Ақжігіт-Өзбекстан шекарасы автожолының өткізу қарқыны 7 есеге артып, тәулігіне 7000-ға жуық автокөлікті құрайтын болады. Осының арқасында аталмыш автожол құрық портынан өтетін көлік транзитін ұлғайтуға ықпал етеді. Ал бұл өз кезегінде транскаспийлік дәліз арқылы Өзбекстан және Орталық Азия елдерімен жаңа тасымал тораптарының ашылуына мүмкіндік береді.